Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге мен Гүлсөзім. Бүгін түрік халқының тәттілерінің бірі пахлава дайындайтын боламыз. Бізге ең әуелі қамырына қажетті заттар: 180 грамм сары май, 3 жұмыртқаның сарысы, 180 грамм қаймақ, және де 450 грамм ұн, ванилин, қопсытқыш қажет. Ең әуелі сары майымызды күштен өткізіп, оның үстіне ванилин және де қопсытқышымызды қосып, 3 жұмыртқаның сарысын және де 180 грамм қаймағымызды қосып, тестомызды дайындап, жақсылап араластырып аламыз. Қамырымызды дайындап алғаннан кейін, оны бөліктерге бөліп, 30 минутқа тоңазытқышқа сала тұрамыз. Әрі қарай біздер салмамызды дайындайтын боламыз. Менде уақытылы үгітілген 300 грамм грек жаңғағы және де 300 грамм оның үстіне қант салдым. 4 жұмыртқаның ақ уызын қостым, барлығын араластырып аламыз. Енді қамырымызды, бөліктерімізді барлығын жайып алып, протеинімізге осылай жайып шығамыз. Үстіне салмасын салып, біркелкі етіп жайып аламыз. Барлық қамыр мен салмамызды осылай барлығын жайып, бірінің үстіне бөліктерімізді жасап аламыз. Менде 5 бөлік болды қамыр. Ең үстіңгі бөлігіне жұмыртқаның сарысын жағып, тек қана беткі бөлігін аздап осылай із жасап, кесіп шығатын боламыз, ромбик тәрізді қылтып. Әрі қарай біздер оның үстіне грек жаңғағын қоятын боламыз. Міне пахлавамыз дайындалды. Енді біз оны 180 градуста қызып тұрған пешімізге 40-45 минутқа пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, келесі видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Пахлавамыз дайын болды. Оны енді кесіп, толықтай түбіне дейін кесіп шығамыз. Барлығын енді оның үстіне сироп қою керек болады. Менде 50 грамм сары май және де 5 ас қасық бал. Мен сары майды ертіп, үстіне балды қосып араластырып, жағып шығатын боламын. Және де осымен пахлавамыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.